Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Өте дәмді, қолжетімді, оңай жасалатын салаттың рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: қайнатылған тауық еті, картофельный пай, және де қайнатылған жұмыртқа, және де осындай свежий огурцы қажет болады. Алдымен видеода көрсетілгендей тауықтың етін сүйектерінен ажыратып дайындап аламыз. Алдын ала тауықтарымызды қайнатып дайындап алдым. Енді осыны соломка етіп турап шығамыз. Қайнатылған тауық етінің орнына ысталған, яғни копченый тауық қолдансаңыздар болады. Ыдысымызға салып аламыз. Ендігі кезекте жұмыртқаның ағы мен сарысын бір-бірінен ажыратып аламыз. Бізге сарысының қажеті жоқ, тек жұмыртқаның ағын соломка етіп турап аламыз. Өте тез жасалатын салаттардың бірі. Қонақтарыңызға ұсынсаңыздар да өте ұялмай ұсына беруге болады. Өте дәмді болып шығады. Ендігі кезекте огурцыларымызды да соломка етіп турап аламыз. Свежий огурцының орнына болмаса соленый огурцы қолдансаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Картофельный пайдың үстіне әдемілегенге қалдырып қойдым да, қалған бөлігін салып, енді үстіне майонез салып араластырамыз. Дәмін көріңіздер. Егер тұзы жетпей жатса, шым-шым дәміне қарай тұз қосып жіберуге болады. Міне осымен біздің салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Ыдысымызға салып, осылай үстінен картофельный паймен сәндеп қоятын боламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецептермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Ақбота.